Райондашларыбыз, ең бірінші, мен сізге бек зор рахмат айтасым келе, район башлығы боларақ, әлі шондай шыр, шондай ел болуға қарамастан, барыңызда келгенсіз, қатнашасыз бүгінгі шарада. Бек зор рахмат сізге. Екіншіден, барыбір енді бұл біздің уникал проект деп айтырға керек. Әлі мен ойлап бітірем, Лияна, сеңа, Лейса, может біз бұл проект білән шолып Таднифет грантында, Рейтек грантында запросто қатнашып, андан да не алабыз. Ярдәм алабыз бұл фондқа, көремін ойлап бітірға керектір деп есептеймін. Ғұммен, бір қарағанда бұл мүмкінліктің болуы біз жетекшілер үшін зор шара деп айтырға керек, зор мүмкінлік. Тұрмыш машақатлары білән дүния қуабыз деп, көбіміз әлі біз вақыт таба алмаймыз, игътибарыбыз жетіп бітмей, табиғат тарафынан кемсітілген райондашларымызға, берек те балаларға. Бұл мүмкіндік ішінде енді біз барыбір көбіміз тілеймізбі, тілемейміз, мұны ішлерге мәжбүри деп айтырға керек. Дұрыстан да мүмкіндік қысаларында біздің айтып кетілді бет, енді 2264 біздің инвалидіміз бар, 86 баламыз бар, 7 орын үстінде ятып тұра тұрған баламыз бар бетінде. Орын үстінде ятып тұра тұрған балаларны еріп шығамыз біз. Оларны көргеннен соң бүтін мейінде мүмкіндігім бар, шоларны берге риза болып қайтасың енді бұлайған айтканда. Дұрыстан да бізге қырмашта болға туры келді. Бір сендарың мұна үйге туалет кіртіп бергізі алдайды. Мұна ярмей правил аңа алынды. Үшләп берем. Надырақ шүкіндерді дейілған, екенсінде автомат коляска сұрады, аңсында біз әнім хал етеміз, ақшалаты ердемлерді көрсетілді. Шуңа көре мұндай шаралар ол әр бір жерлікте де болды, әр бір жетекшілік тарафынан да ішлерді. Нендей формада, нешік? Мен айттым бетінде. Инвалидтар декалсының түп мақсаты біз әр бір инвалидқа барып жету. Материалны түгін, аның кіріп қалым білу, аның білән сөйләшіп отыру. Түп мақсат шул. Ихтибар бүгін енді тұрмышта бүтініміздің де көп әйбірлеріміз бар. Жан тыныштығы жетмей, көңіл тыныштығы или аралашу жетмей болған кінде. Еректі инвалидтарымызға біздің шуға көре декада қыссаларында біз сіздің білән мұнағаны тілейбізмі, тілемейбізмі мәжбүри башқарып шығарға тиіш деп есептейбіз енді. Әлбәттә бек зор сумма. Ошаған білмей, тұраған білмей, ошаған білеміз. Шуңа көре бик көп әне санап кетілді бит. Райондашымызға ол зор ярдәм. Бір қарағанда енді зор ярдәм көбіктәті ол. Екінші яқтан қарағанда ол біздің үшін зор ярдәм. Тұрмыш бит. Мына шушы Гүлназ Шигабеттинова неше еллар шушы марафонны әзірледі. Мына бүгін өзі орын үстінде өді ярдәмге мұқтаж. Ничек шушы кішіні язмышына бейтарап боласың. Көп район үшін ол Ақтаныш телевизиясының тарихы Шигабеттинова Гүлназ білән бірге барды. Ол башлады, ол башында тұрды. Бүгін күнде де ол марафонны көпмелер сөйләдер. Аның тауышы, Орегинаның тауышы, Гүлназ тауышы, как будто Гүлназ сөйләген кебек. Бүгінен әтисі де мәрхүм. Шул Гүлгүнә турында бетінде, Аллаға шүкір, оңаяққа бетінде біздің Гүзәл, сеңа бек зор рахмат. Район башлығы оларға айтасым келе, бейтарап болмаған үшін біздің райондашларымызға, шул вақытта ғұман райондашларымызға рахмат айтасым келе, оның білән бірге болды. Диләрәдә біздің оңаяққа болған күнде тұрмыш бүгін мұнда ертегіні айтып болмай. Құдай қолына әр бірімізді шулай болғаш әрі сөйләшірге, өзімізді әрі тұтарға, беректі жетекшілерге қола, бейтарап оларға біріміздің де хақымыз жоқ болған күнде. Әйлендірәдә қоя, баш аяғы білән. Шуңа көре мынау декада, мынау шыр вақытында әр біріміз қылған ғамәлләрімізге, өзіміздің тұтқанымызға, кішілер білән мүнәсәбәтімізге, кішілер білән аралашуымызға тағы бір қабат әйленіп қарасақ, анализ жасақ, һәм шуннан шығып тиішті нәтижелер жасасақ. Енді тағы қабат етем жетекшілер. Ең бірінші рет сіздің бейтараф болмау. Бейтараф олыға тиішті өрсіз. Кішінің мұражағатына ұлы мол, кіші мол, жоғарырақ дәрежеден кішкенерек ме, неше болуға қарамаса сіз бейтарафта. Ең өзәкке өткені кіші тарафынан
итәкченең битараф булу кешенең мөрәҗәгате. Шуңа күрә мин үземнең урынбасарлардан да сорыйм аны, башка җитәкчеләрдән да сорыйм. Иң беренче җитәкченең алга куеп эшли торган эше шул булырга тиеш. Миңа бик күп Инстаграмнан мөрәҗәгать иттеләр, чөнки иң даступны шулар инде. Кайда кайсы җитәкчегә барып җитәлмәй, кайсы җитәкче аның мөрәҗәгатенә битараф, аннан миңа килә. Минем бер генә кемнең булуына карамастан мөрәҗәгаткә дә моментальный реакция. Кемгә тиеш, или урынбасарларга, или җитәкчеләргә мин моментально аларны хәл итәргә тырышам, вакытында хәл итеп була торганнар. Шуңа күрә инде монда безнең инвалидлар җәмгыяте җитәкчеләре дә утыра. Сез белеп торыгыз, бу чаралар күп. Телефон да бар, ышаныч телефон, башкасы да бар. Ничек кенә булса да сез миңа һәр вакыт мөрәҗәгать итәләсез. Үзегезнең фикерегезне әйтәләсез. Хәл ителеп бетмәгән проблемаларны күтәрәләсез. Без үзебездән торган эшләячәкбез аны. Бүген тормыш барыбер икенче. Бүген теге еллар белән чагыштырып булмай. Ничек кенә авыр ел дип исәпләсәк тә, хәтта быелгы ел бигрәк афәт белән килгән ел инде безнең бик күп афәт алып килә торган ел. Аңа карамастан безнең шул табигать тарафыннан кимсетелгән райондашларыбыз гына ярдәм итәрлек мөмкинлегебез бар. Шәхсән һәрберебезнең дә, шәхсән оешма предприятиеләрнең дә, районның да, малай гына әйткәндә, шуңа күрә битараф булмауына кирәк. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә инвалидлар оешмасы җитәкчеләре, сезгә, Фәйзәпа сезгә, синең ни ансы? Мен түгел теге бик теге кыйынсынып тора торган түгел. Ишектән буып чыгарсалар тәрәзәдән керә торган кеше ансы. Әйбәт. Дөрес әйтәсең, менә судта катнаштым дисең бит инвалидларның ихтыяҗын канәгатьләндерү өчен дип. Ул шулай булырга тиеш. Син дә битараф булсаң, или син дә анда катнашмасаң, кем аларны якларга тиеш? Урындагы инвалидлар оешмасы җитәкчеләреннән бик күп әйбәт тора. Шуңа күрә Алла бирсә синең сәламәтлек бар, дадурлыгың бар, киләчәктә дә матур итеп бу оешманы алып барсын дип ышанып калабыз. Светлана апаны искә алыйк. Узак еллар җитәкләде бит инвалидлар оешмасын. Тоже ни битараф хатын-кыз түгел. Һәр вакыт булсын дип, һәрбер кешенең, һәрбер инвалидның язмышы өчен дип тырышып йөргән райондашыбыз булды бит. Соңгы көннә хәлле алай гына әйткәндә эшен алып барды үзе. Үзе дә әйтергә кирәк, күп авырулар кичерде. Шуңа күрә эшенә кереп китсәң, һәрберебезнең ни бар, һәрберебезнең күз алдында аерым язмышлар бар. Шуларны күз алдына китерик тә рәхмәт клубларга. Һәр елны алар безгә ачып бирә инде. Әйтәләр бит аны. Ике кулыда булмаган кеше бер кулы булса, миннән дә бәхетле кеше булмас иде. Шул бит ул эшкә салып карасаң. Шулай булгач, шуларны күз алдына китерик тә үзебезнең инде мөмкинлек бар, әйдә ярдәм итәргә тырышыйк. Шуңа күрә узган елда катнашкан райондашларыбызга инде мин зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм әйдә Аллага тапшырып, 21 елның да давай марафон бисмилlah белән башлап җибәрәбез. Барыбер инде үзебездән әйтергә кирәк, администрациядә эшләүчеләр 70 мең җитәләр безнең. Администрациядән 100 мең тагын һәм үземнән 50 мең рөхсәт итегез марафон яшигенә салып китәргә. Җирлектәге инвалидлар оешмасын җитәкләп, нәтиҗәле күп еллык хезмәт куйганнары өчен Әтәс авыл җирлеге инвалидлар оешмасы җитәкчесе Рәхмәтуллин Рамазан Яксуп улы Актаныш муниципаль районы башлыгының мактау кәгазе белән бүләкләнә. Авыл җирлеге инвалидлар оешмасы җитәкчесе Басыров Фәндүс Муллаян улы Актаныш муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Изгелек, яхшылык эштә генә түгел, уйда да, фикердә дә, күңелдә дә яшәргә тиеш. Яхшылык кешенең рухи халәте, эчке тойгысы.
Ел нәтиҗәләре буенча районда игелекле эшләре белән башкаларны да үз артларыннан ияртә алучы алтын йөрәкле кешеләребезне хөрмәтлибез, аларның исемнәрен атыйбыз. Валиев Рамил Фидусулы Актаныш агро фирмасы җитәкчесе, Мусабиров Алмаз Фирдәвисулы Наратлы хуҗалыгы җитәкчесе Шмәкәр, Хәкимов Рәдис Мөбәрәк улы Транснефть Алар үзләре дә бүген авырталар. Оешмасы җитәкчесе Ярмиев Равил Илдусулы Гастройсервис җәмгыяте акционерлык җәмгыяте җитәкчесе. Хәмиде кайнар алкышлар белән алтын йөрәкле егетләребезне сәхнә түренә чакырабыз. Фәхретдинов Рәлиф Мирзаян улы, шәхси эшмәкәр. Рәхмәт итегез, Рәлиф абый. Мисхадулы теплосервис җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте җитәкчесе. Рәхим итегез. Мингазов Рүзәл Радик улы, шәхси эшмәкәр. Басылмай, артса, арта сағышы. Құдай бирә жазаларының әрімнәрдей ашысы. Иңнәріңе суғып ките, яуыз тұрмыш қамшысы. Тұрмышымда қабатланмас инде, хыялыма ғына юлларым. Koşar idim. Bunlarım olsa, bunlarım. Güzgü köpek diyiz idenlerde şığırdılar bari tayaklar. Bir ışınıp büyüyüp gider idi. Oyaklarım yok şu oyaklar. Sıyar idim şeyin kızların, korkup duymaz idim bu dünyaga. Gözlerim güzel, gözlerim. Birimiz de bilmeyip alda tağın, kimnin indi yazmış kütkenin. Sağ selamet bulup yaşamlarının bilsek idi. Aşısına, komşusuna sabır etsen düzerlik. Жылы jiller soluşunda turmuş özü güzellik. Deryalarını geçeriz, yaz baş giymesi şarkılsa da düzeriz. Jiller karşı yaktan, iskan şaklarda da kışlı ruhum yerden giyilen şileviz. Biz şileriz, şileler jiller, giyinip koyu sana. Ömürlü dolgunlar, özüne yaşırsa. Yollar gibi, uzun zengin aşağı.
Yollarına kişeriz. Yazmış giymesiz şaykalsa da düzeriz. Jiller karşı yaktan isken şaklarda da güçlü ruham yardımga gelir.